кеңес намасы. Бұл саз Қарақалпақ халық намасы, кеңес намасы болып, бұл саз ескі дәуірлерде ишан намасы деп те аталған. Яғни Юсуп Ахмет дастанынан қоя бер ишаның тойға бараман атлы қос қатарларымен атқарылып, ишан намасы болып келген. Бүгінгі күнде бұл нама кеңес намасы болып, бұл намаға көплеп халық қосықларымыз, дастанлардан үзінділер атқарылып келінбекте. Солардың ішінде бізге белгілі болғандай Аббас Давилов сөзіне Бибісанем атлы қосық атқарылған. Һәм бүгінгі күнде һәммеміздің құлағымызға жағымлы һәм белгілі болған Аяпберген Мусаевтың Тариф атлы қосығы, яғни аржақ бержақ болып екі сан болған бөлім елдер Қарақалпақта атлы қос қатарларыменен бүгінгі күнде саз халында да, қос халында да атқарылып келінбекте. Һәммеміздің сүйіп тыңлайтұғын, сүйіп атқаратұғын қосықларымыздың бірі болып есептелінеді. Бүгінгі күнде бұл нама колледж бағдарламаларында, мектеп бағдарламаларында, сондай-ақ мұхаллес суташылар ансамблі репертуарында да көплеп атқарылып, саз халында да, қос халында да атқарылып келінбекте.